Саламатсыздар ма? Мен партнерым, мен бұл кісімен жаңа сөйлесіп тұрсам, результаты күшті екен, нәтижесі сол сұрап интервью алайын деп, сіздер білсін, көрсін деп, сіздерге тағы да бір результат ұсынып жатырмын. Тыңдаңыздар. Если удобно болса, осылай ала бер өзің қолыңызға. Менің есімім Асқар. Менде осы бальзамды алғанға дейін 15 жылдан бері келе жатқан дертім бар еді. Адамға былай айтқанда айтуға ыңғайсыз. Енді ол медицина тілімен айтқанда геморрой деп айтады екен. 15 жылдан бері пышаққа түсуге, отаға түсуге қорқып жүрдім, сөздің шындығы керек. Былтыр даже гемоглобиным 57-ге түсіп кетіп, больницадан бірақ шықтым, жол үстінде құлап. Қан кетеді, қан постоянно кетеді. Мен жаңағы не түрлі дәрі ішпедім. Уколда салғыздым, не бір түрлі дәрілерді жасап жүрдім, іште жүрдім. Свечалардың ешқайсысы көмектеспейді. Барлығы уақытша болатын. Мен өзі жаңағы жол үстінде көп жүретін болғаннан кейін, машинаның рөлінде көп отыратын болғаннан кейін, бұл маған қатты жабысқан дерт болған. Осы мына бальзам, нано бальзамды естіген кезде, бір туысымыз әкеп беріп осыны ішіп көр деп өзі берген кезде мен іше бастадым. Өзім былай күннің күнінде жүргенде суды көп ішетін адамы, ана бальзам ішкеннен кейін вообще аузымды кептіріп жіберетін болды. Күніге 5 литрдей су ішіп жүрдім, сөздің шындығы. Бірақ алғашқы 3 күн, 4 күнде қатты қиналдым. Асқазанымды солқылдатты, құйрығымды солқылдатып тартты. Енді Құдайға шүкір деп айтуға болады. Қазір 15 күн дегенде менікі жұдырықтай болатын. Сыртқа шығып кететін, жұдырықтай болып, қан болатын кәдімгідей. Оны мен жуып қолмен салатын. Осыным қазір Құдайға шүкір жоқ. Бүлтайым жоқ. Бұрын қолымнан баклашка түспейтін тоя дәрітханаға барғанда, құмған түспейтін. Қазір Құдайға шүкір емін-еркін барып, емін-еркін қайтып келіп жүрмін. Сол айтатын жеңістіктерім сол. Басқа не айтам, барлығы шындық. Көбісі кісілер операциядан қорқады. Менің өзім жолдасымда да болған осы жағдай. Мен кәдімгідей өтірік алдап алып барып больницаға, жаңа есіме түсіп отыр, мына кісі айтып жатқан кезінде, өтірік алдап алып барып хирургтың несіне алып барып кескізіп тастағам. Сонда қолымызға осындай ет берген кәдімгідей. Есіме жаңа түсіп жатыр. Енді мен қаншама жыл ол да қиналды, қорықты. Қорқады, өйткені көбісі қорқады. Қорықпаңыздар, бальзам ішіңіздер. Міне осындай результат алған. Мен бұл кісіні шынымен де танымаймын да, бірінші рет көріптім. Бір кісі жаңа сөйлесіп кеткен кезінде результатын айтқанда мен таң қалдым, мықты. Осының алдында бізде бір апай айтты, 30 жыл геморройды 2 айда емдеп шықты деп бальзам. А енді бұл кісінің результаты 15 күнде ол. 15 күнде уже тартылып, ішегім ішке қарай кіріп кетті. Мінекей. Еркін үлкен дәретке отырам, шықпайды уже. Осындай геморрой едім, осыған көмектесе ме, шын ба мынау бальзам алып ішейін деп едім, ақшам текке кетпей ме деген адамдарға осы результат. Рахмет сізге. Рахмет сізге де. Қаншама адамдарға көмектесіп, қаншама адамға надежда беріп жатсыз. Рахмет, бізге лайк басыңыздар.